Танымал әнші жайлы жылдам ақпарат тарады. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен. Сүйікті әншіңіз жайлы ең үздік және де ең қызықты жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Қуанышпенен ажырасып кеттік. Танымал әнші отбасында болған жайтын баяндады. Жас отбасы 3 айдан кейін екі жаққа кеткен. Мен ешкімнің сөзін елей қоймайтын ерке қыз болатынмын. Басыма орамал тағылса да, ол еркелігімді қоя қоймадым. Көп қырсығым, күйеке қалауымды орындамаса жиі бұртиям. Ал оның үйінде үлкендеріне жақпайды. Жаңа отбасының жаңа заңдарына көне алмай қойдым. Ата-ененің суық көзқарасы жас келінді қабылдамауы бар. Бәрі әсер етіп кетті. Іштей өзімді жалғыз қалғандай сезіндім. Қабылдаған шешімім қателеу болды деп басым қатты. Жанымды ауыртып, энергиямды алып тұрған дүниеден ертерек құтылғым келіп кетті. Ешкімнің сөзінде, сөгісінде, сынында қабылдамадым да, бір-ақ күнде шешім қабылдадым. Үйленген соң 3 айдан соң солай қуанышпенен ажырасып кеттік деді әнші, әлі де әңгімесінің жалғасы барын айтып. Әншінің бұл жазбасы желі қолданушылар арасында қызу талқыланып, көпшілік өз өміріне де мысал келтіріп пікірлерін қалдыруда. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатты болыңыздар.